Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгінгі тақырып селекция жайында болады. Көріп тұрғандарыңыздай, мынау таза қанды Еділбайдың қозысы. Шамамен жасы 20-25 күндік төл. Бұл еркек қозы. Енді біз шамамыз келгенше сапаға жұмыс істегенді жақсы көреміз. Енді осы сіздерге селекция жайында айта кетейін. Бізде асыл тұқым Еділбай тұқымы болған себепті біз селекцияға өте мұқият көңіл бөлеміз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, мынау жерде мына қозын ұстап алатын болсақ, төбесінде мынандай шамалы ағы бар. Бұны біз селекционный брак деп айтамыз. Бұны біз союға жібереміз. Сойып ет бағытында тапсырамыз бұндай қозыларды. Ал мынау жерде жүрген қозылардың көбісі қара және қоңыр түсті болады. Бұл таза қанды Еділбай тұқымынан түскен қозылар. Енді біз сапаға жұмыс істегеннен кейін біз таза қанды Еділбай қошқарын қосамыз. Және де біздің селекциядан өткен аналық қойларымызға селекциядан өткен таза қанды қошқарды қосамыз. Сол себепті бұл қозылар алла қаласа науқаны күзде басталады. Еркектерін біз сататын боламыз. Менің парақшамды жоғалтып алмау үшін маған тіркеліп қойыңыздар, комментарияға өздеріңіздің бағаларыңызды беріп кетіңіздер. Бәріне рахмет.